Құрметті балаларым, мен Мәдиева Әсия Сауранбай қызы, Темірбек Жүргенов атындағы нөмір 123 мектеп-лицейдің 1966 жылғы түлегімін. Бұл мектеп біздің отбасымыз, Ахметовтер отбасы үшін киелі білім ордасы. Себебі менің жолдасым Ахметов Исхақ, балаларым, немерелерім осы мектептен білім алып, мамандықтарын таңдап, өмірден өз орындарын тауып, елімізге қызмет істеуде. Бұл мектептің берген сапалы білімі үшін ұстаздарға дән ризамыз. Мен 5 бала, 15 немере, 2 шөбере тәрбиелеп өсірген бақытты әжемін. Әже, осы қазақ қоғамында неге қыз тәрбиесіне үлкен басымдылық берген? Қазақта қыз өссе елдің көркі, қыз өмірдің гүлі деген сөз бар. Әрбір ата-ана өзінің қыз баласын аяулы асылым деп тәрбиелеген. Біздің қазақта қыз баланы кішкентайына мәпелеп, үкілеп, аялап, өсіріп, оның бойына бар жақсылықты, әдемілікті, инабаттылықты кішкентайынан бойына сіңірген. Біздің ақындарымыз айтады, өмірде қыз болу барда, бірақ нағыз қазақтың қызы болу ол мүлдем бөлек дейді. Біздің қыздарымыз өздерің білесіңдер, біздің ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүріміз бар, 40 үйден теу деген бар. Міне осы салт дәстүрді бойына сіңіріп өсірген қыз бала қай жерде болсын, қай ортада болсын, ол өзі ерекшеленіп тұрады. Біздің қыздарымыз сымбатты келеді, сұлу келеді, инабатты келеді. Сонымен қатар біздің халқымызда қыз жат жұрттық деген әңгіме бар. Әже, жат жұрттық деген не? Бұл жат жұрттық дегеніміз қазірге кішкентай болып отырған қыз бала ертең өсе келе бой жетіп, өзінің сүйген жарын таңдап, екінші бір оттың басына барып, сол оттың түтінін түтетіп, отын жағып, сол елге келін болады. Міне сондықтан да біз қыз баланы жат жұрттық деп, ата-бабамыз қыз баланы жат жұрттық деп құрметтеп, оны төрге шығарып, ата-анасы, әсіресе анасы қыз баланың бойына бар жақсылықты, бар қолдан келетін, қыз баланың қолынан келетін нәрселердің бәрін үйреткен. Міне сондықтан біз қыз баланы жат жұрттық дейміз. Өзі өмірдің жолы ол оңай емес. Өмір жолы қыз балаға өздерің байқағандай ең бірінші тәрбиені ата-анасынан алады. Екінші өскен ортасы мектептен алады. Міне осы мектептен, өскен ортасынан, ата-анасынан жақсы тәрбие алған бала, қыз бала болсын, ер бала болсын, ол жақсы болып өседі, ол ата-ананың да, мектептің де көз қуанышы болады. Мысалы, өздеріңді тәрбиелеп отырмыз. Сендер жақсы киініп, шаштарыңды тарап, өздерің күтіп, ата-аналарыңды сыйлап, жақсы болып өссеңдер, біз бұған қуанамыз. Сөйтіп, осы сендердің әдемі, жақсы өскендеріңді балаларға, ұлдарға өнеге етеміз, үлгі етеміз. Міне өйстіп біз бүкіл ұлтты тәрбиелейміз. Міне сондықтан да біздің негізгі міндетіміз, келешек ұлтты, ұрпақты тәрбиелеу үшін қыз баланы кішкентайынан әдемілікке, әдептілікке, имандылыққа тәрбиелейміз. Ата-ананың негізгі мақсаты саналы ұрпақ тәрбиелеу болып табылады, қыздарым. Сондықтан сендердің ата салт дәстүрін сақтап, ата-ана мен мектеп берген тәрбиені бойларына сіңдіріп, жақсы азамат болып өсулеріңді қалаймын.